Қарттар мен мүгедектер үйінде сал ауруына шалдыққан адамдардың күтімі және ерте оңалту тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Шара мүмкіндігі шектеулі жандардың денсаулығы сақтау жобасын жүзеге асыру бойынша ұйымдастырылды. Басқосуда бірқатар мәселелер, соның ішінде сал ауруына шалдыққан жандардың күтімі мектебін ашу туралы ұсыныстар талқыланды. Тақырыпты тағдыр тауқыметін көтеріп жүрген жандардың мұңын тыңдап қайтқан тілшіміз Айгүл Баймен тарқатады. Дене мүшелері сал болып қалған жанның табалдырықтан төсекке жетуі мұң. Оларды жұмысқа орналастыру, қоғаммен байланысын үзбеу сияқты проблемалардың ең біріншісі жата-жата тесілген жамбасты емдеу, жауыр болған ет пен теріні аман сақтап қалу деп отыр мамандар. Бұл пікірмен 6 жылдан бері арбаға таңылған Аманжол Алимов та келіседі. Орнынан қозғала алмайтын болғандықтан оның жамбасы жауыр болып жазылмайтын жараға айналған. Өз еркімен мүгедектер үйінің тұрғыны болуының да себебі осы. Аманжол Астана, Алматы қалаларындағы ұлттық медициналық орталықтарда жауыр жараның емі табылар ма деген тілегін қалай айтып жеткізерін білмейді ал. Сол 2009 жылы осындай пролез деген менде жара пайда болды. Сол жарадан енді Ақтөбе облысында біраз больницаларға жаттым, ешқандай ем көрмедім. Сол енді Ақтөбе облысында сондай больницалар ашылса деймін, мысалға мен әлі жасым 42-демін. Әлде де бір 10 жыл өмір сүргім келеді, енді екі аяқты қазір ойлап отқан жоқпыз. Екі аяқтың істесе екен деп. Осы пролез жарасынан құтылсам деп едім, қалай бұл. Интернат үйінде өткен басқосуда сал ауруына шалдыққан жандардың күтімі мектебін ашу жобасы туралы ұсыныстар талқыланды. Бұл жоба іске асқан жағдайда мүгедектерге адам терісін зақымдап алмау үшін қандай күтім жасалу керектігі туралы толық ақпарат беріледі. Тәжірибелік және жеке сабақтар, қоғамдық тыңдаулар өткізілмек. Сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығының өкілдері науқастардан терісі ойылып жазылмайтын жауырға айналғаны жөнінде шағымдардың көптеп түсетіндігін атап өтті. Негізгі басты мәселе осы жауырды емдеуде арнайы орталықтың жоқтығы. Яғни Ақтөбе облысында осы біздің мүгедек адамдардың денесіне түскен жарақатын емдеу жолындағы бағытты жұмыстар әлі дұрыс жолға қойылмай келе жатыр. Өйткені бұл тек қана 1-2 күннің сырқаты емес, бұл айлар бойы, жылдар бойы адамның басынан арылмас келе жатқан дерт. Ал ол дертті жазбай тұрып, біз мүмкіндігі шектеулі адамдардың жұмысқа орналасуы, белсенді толыққанды өмір сүруі туралы айтуымыз қате, жаңсақ пікір деп есептейміз. Жауыр болған теріні емдеу тәжірибесі өңірлерде жоқ, ол тек ұлттық медициналық орталықтарда ғана емделеді. Егер жара емделмесе сүйекті ойып зақымдауы мүмкін. Ондай жағдайда мүлдем шипа табылмайды дейді дәрігерлер. Сондықтан ауруханаларда, арнайы интернаттарда, үй жағдайында мүгедек адамдардың ақпарат алу деңгейін көтеру үшін, өз денсаулықтарына жауапкершілікпен қарауға үйрету үшін ақпарат және кеңес беру мектебін ұйымдастыру керек. Тыңдар құлақ табылса, қоғамның назарын аударғысы келген мүмкіндігі шектеулі жандардың бар мұңы осы. Айгүл Баймен, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.